Биомимикрия бұл табиғаттағы үлгілерді зерттеп, еліктеу яки ұқсату арқылы, яки оның құрылымынан шабыт алу арқылы адамзаттың проблемасын шешумен айналысатын ғылым. Адам өз болмысынан жоқтан барды жасай алмайды. Барды көріп, оны түрлендіру арқылы жаңа зат шығарады. Мысалы, балықтың жүзуіне қарап қайықты ойлап тапты. Ал құстардың ұшуына қарап ұшақты, ал инеліктің жаратылысына қарап тікұшақты ойлап жасады. Мына әлемдегі барлық кіршіксіз, кемшіліксіз жаратылыстардың барлығы әлдеқашан жасалып қойылған. Ал ақыл иелері соларды байқап жарыққа шығарады. Мысалы, Құранда ақыл иелерін ойлануға шақыратын 750-ден астам аят бар. Яғни, мына қоршаған әлемге көз жүгіртіп, оның қыр-сырын зерттеу арқылы ақыл жүгіртуге шақыратын аяттар жеткілікті. Әуелгі мұсылмандар мұны өте жақсы түсінді. Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың қысқа сөз өлеңі. Қояр ем, мылжыңдамай сөзімді ұқса, қайтемін оны ұға алмай діннен шықса. Азды ұқсаң бұл сөзімді анықтап ұқ, иеңдей болам деме, иеңе ұқса. Тәңірің таза, болып бақ сенде кірсіз, әлің келсе, менен қаш, иең мінсіз. Бұл Құдайдай боламын деген емес, сөзімнің түбін ұқпай демедінсіз. Алланың пендесіне рақымы мол, сен де өзіңдей адамға мейірімді бол. Ол жаратты, сен дағы жаратып бақ, барды бардан шығарсаң, болады сол. Керексізді қылмайды иең дағы, мен де сүйтем деп қара, сен де тағы. Бір Құдайың сабырлы, сен де шыда, бәрі осындай ойлансаң, артқы жағы. Мұны білсең боласың сүйікті құл, құлы болсаң қожаңның сүйгенін қыл. Шын мұсылман болайын деп ойласаң, Құдайға құл болудың мәнісін біл деп айтады. Жалпы, әлемдегі барлық жаңалықтар табиғаттағы құбылыстарға еліктеу арқылы, соларды зерттеу арқылы жарыққа шығарылды. Жоғарыда айтып өткеніміздей, адамзат жоқтан барды жасай алмайды. Барды көріп, оны түрлендіру арқылы жарыққа шығарады. Шәкәрім атамыздың өлеңінің сөзінің төркіні, философиясының астары да осында жатыр. Яғни, иеңдей болам деме, иеңе ұқса. Ол жаратты, сен дағы жаратып бақ, бардан барды шығарсаң, болады сол дейді. Бұл Құдайдай боламын деген емес, сөзімнің түбін ұқпай демедінсіз дейді. Хакім Абай атамыз өзінің 45-ші қара сөзінде де бұны растайды. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойылған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп деп айтады. Әйгілі ағылшын математигі Готфри Хардидің керемет сөзі бар. Біз формулаларды ойлап таппаймыз, олар әлдеқашан бар, яғни Құдай жасап қойған. Оларда тек ең ақылдылар байқап, дәлелденуін ғана күтуде деп айтады. Сонда Шәкәрім айтады осыны. Қояр ем, мылжыңдамай сөзін ұқса, қайтейін сөзін ұқпай діннен шықса, аз ұқсам бұл сөзімді анықтап ұқ. Құдайдай болам деме, Құдайға ұқса. Құдайдың, Алланың пендесіне рахымы мол. Сен де өзіндей адамға мейірімді бол. Ол жаратты, сен де жаратып бақ. Барды шығарсаң болады сол дейді. Міне құлшылық деген не? Құдай тағала Аль-Халик жаратушы. Бірақ ол жоқтан бар жасап тұр. Сен енді не бардан бар жасауың керек, сөзсіз бе? Жаңағы Омар Қарашың айтып отырған осы себеп жолы. Құдай тағала ауаны жаратты ма? Сен сол ауаның қасиетін ашуға сен міндеттісің, сөзсіз бе? Атом, молекула, нейтрон, протон, нейробиология, қазіргі нанотехнология дамып жатыр. Осылардың бәріне ол Құдайға құлшылық, сөзсіз бе? Біз ойлаймыз, жаңағыдай. Абай айтады, исінжада көтіңізді жудыңыз, сіздің көтіңіз ешкімге керек жоқ еді дейді. Біз сорлының құлшылық туралы түсінігіміз осындайды. Көт жусақ болды. Сонда Шәкәрім айтады, керексізді қылмайды ең тағы. Құдай тағаланың осы әрбір тозаңы, амебасы, клеткасы, инфузориясы бәрі керек екен ғой. Бәрі себеппен жаратылған, сөзсіз бе? Осы жақында солтүстік Қазақстанда осы жазда
аққулар егінге қонып, жаңа өсіп жатқан егінді жаңағы бидайдың түбін қасып жеді. Білесіздер ме? Есіңіздер ме? Неге дейсіздер ғой? Өйткені солтүстік Қазақстанда көлде масаларды улаған. Масаны улап өлтіріп тастағаннан кейін бақалар қырылып қалған. Бақалар қырылып қалғаннан кейін аққулар көлге қонбаған. Сөзсіз бе? Міне сонда шәкәрім айтады, Құдай тағаланың жаратылысында ештеңе керексіз емес, бәрі керек. Сөзсіз бе? Мысалы, қасқыр ол даланың санитары дейді. Қасқыр ауру, елікті, ақсақ жаңағыдай ауру тарататын қасқырды, қоянды жеп тазартып отырады екен. Сөзсіз бе? Қасқыр қырылып қалса, далада індет басталады. Яғни әр нәрсенің несі бар? Себебі бар. Қасқырдың да өзінің себебі бар. Мысықтың да, тышқанның да барлығын. Сонда шәкәрім айтады, керексізді қылмайды ең тағы, мен де сөйтем деп қара, сен де тағы. Ол сабырлы, сен де шыдап бақ дейді. Барлығы, бәрі осындай ойласаң ара жағы. Мұны білсең боласың сүйікті құл, құл болсаң қожаңның сүйген құл. Құдайға құл болайын деп ойласаң, Құдайға құл болдың мәнісін біл дейді. Әні, жігіттер. Сонда Құдайға құл болу үшін не істеу керек? Жарату керек, технология жарату керек. Ол үшін не керек? Ғылым, білім керек. Біз мысалы, неге исламды ұстанған елдер артта қалып қойды? Өйткені олар ғылым деп тек қана Құран мен хадисті айтады да, дүниенің ғылымын айтпайды. Сонда дүниенің ғылымы Құдай тағала не үшін жаратты бізге дүниені? Бұхаридан сабақ беріп отыр екен дейді. Хадистер, бағанағы дәретке кіріп шығудың әдебі дейік мысалы. Соны үйретіп жатқан кезде біреу келіп, сендер әлі осы дәрет мәселесін зерттеп отырған кезінде адам айға жетті, адамдар бағанағы Марсқа жетті, басқаға жетті, басқа дін өкілдері, мұсылман еместер десе, әлгі шейх айтыпты, ода тұрған не бар? Махлуққа жетті, біз болсақ халиққа жетеміз деп айтты дейді. Бағанағы жаратылысқа жетіпті, жете берсін. Біз болсақ мынаны оқумен жаратушыға жетеміз. Бізге осы жеткілікті деген мағынадағы сөз айтқан. Бірақ осы сөз дұрыс па? Біз яғни барып айды зерттеуді, тағы да басқа да планеталар зерттеуді, жердің қойнауын зерттеуді, яғни ғылымда барлық салада дамуды, діннен Алла тағала бізге соны бұйырған, біз сол салаларда бағанағы дамитын болсақ, сол кезде дінімізді толық ұстанған боламыз, Алланың бұйрықтарын толық орындаған боламыз деп ойламайынша, сондай деңгейде дінді түсінбейінше, біз дінді қате түсініп жатқан боламыз. Өйткені Алла Субханаху Тағала бізге бұйырды сол нәрсе. Бізге сол нәрсені бұйырды. Яғни жалпы тек қана бағанағы құлшылықтың үкімдерін үйренсек болды, бізге сол жеткілікті деп біз ойлаған кезде, біз сонымен жаратушыға жетеміз. Ал әлгі адамдар айға күнге жетіп жатса, олар жаратылысқа жетіп жатыр деп ойлайтын болсақ, бұл қате пікір. Біздің дініміз керісінше бағанағы жердің қойнауында зертте, айды да зертте, күнді де зертте, аспанды, жұлдыздарды бәрін зертте деп жатыр. Біз соның барлығын толық зерттейтін болсақ, сол салаларда мамандарымыз болатын болса, біз сол кезде дінді толық ұстанған боламыз. Егер тек қана бағана құлшылықты алып қойып, басқа жағында қалып қалатын болсақ, онда бұл Алла тағала жіберген толық дін ол емес. Бізде адамдар солай кейде діннен бір нәрсені ұстап алады. Мысалы, кейбір адамдар бар, тек қана құлшылық мәселесін ұстайды. Енді муамалат бабына келген кезде, мысалы, базарға кірген кезде, саудаға кірген кезде, оған шариғаттың үкімі қызық емес. Бұл адам діннің бір бөлігін ұстады. Бірақ дін басқа нәрселерді қамтиды ғой. Сол секілді дініміз бізге бұйырып жатыр. Барлық нәрсені зертте дейді. Барлық нәрсені зертте. Аспанға қара, күнге қара, айға қара, жерге қара. Кейде қарайсыз, субханалла, кейбір мұсылман еместер, телевизорде каналдар бар ғой. National Geographic болсын, тағы да басқасы болсын. Кейде бір құмырсқаның қалай туып, қалай өскенін айлап соны зерттейді. Көресіз. Сондай нәрселер, яғни жан-жануарларды, теңіздегі бағанағы балықтарды, тағы басқасын, айды, күнді зерттеп жатыр. Біз бұны тек қана жаратылысқа жетуі деп қарастыратын болсақ, қателесеміз. Біз мұсылмандар керісінше сол салалардың бәрін игеруіміз керек.
Ол жаратылысқа жету емес, біз сол арқылы Алла тағаланың бұйрығын орындап жаратушыға жетеміз. Яғни біз медицина саласында дамысақ, ол біздің жаратушыға жетуіміз. Біз экономика дамысақ, экономикада ол жаратушыға жетуіміз. Оның барлығы жаратушының бұйрығы бізге. Жаратушы бізге тек қана бағанағы дәретіңді алып намаз оқысаң болды, маған жетесің деген жоқ. Алла тағала жер бетіне адамзатты өзіне иман келтіргендерді халифа етті, орынбасар етті. Исламның бүкіл қағидаттары өміршең. Оның бүкіл ережелері бүгінгі заманның қажеттіліктерін толық өтей алатындай кейіпте. Алайда бүгінгі дін қайраткерлерінің басты қателігі сондай өміршең дінімізді, Құранымызды, Алламызды мешітке қамап қойдық та, оны шынайы өмірмен сабақтастырып түсіндіре алмадық. Кешегі медреселерді бүгінгі Гарвардқа, Оксфордқа айландыра алмадық. Біз неге орысқа бодан болдық? Неге біз басқа ұлттардан кейін қалып қалдық деген сұрақты біз сын ретінде өзімізге қоюымыз керек. Оны Абай да қойған. Мен ойлаймын, ұлтымыздың ең үлкен қателігі білім, ғылымда кенжелеп қалдық. Мен осы бірнеше жыл бұрын Германияда жүрміз, Мюнхен қаласында. Сол жерде ВМБ автокөлігінің музейіне бардық. Сол кезде 18 ғасырдың аяғында, 19 ғасырдың басында шығарған автокөліктерін көрдік. Мотоциклдерін көрдік. Қандай керемет, дизайнның өзі қандай керемет. Механизм істеу, кәдімгідей менің қиялымда жоқ екен. Сол ғасырда сондай машина шығарады деп мен ойламаппын. Бірақ сол ғасырдағы қазақ даласында сол кезде өзім елестетіп көрдім. Біз не істеп жүрдік деп. Біздің бай манаптарымыз сол әнші ақын сал-серілерді тыңдап, қазақ үйде ет асып жеп, қымыз сапырып ішіп жатты. Бейбіт заман болмады ма? Қазақ даласында болды. Сол кездерде неге біз ғылымға көңіл бөлмедік? Неге біздің оқымысты балаларымыз тәрбиелеп алға ұмтылмадық? Неге біз ойын сауық салып, той думанның ортасында ғана өттік? Әрине, соғыс кезін мен оны басқаша айтар едім. Соғыс болған жағдайда да біз белгілі бір дарынды балаларымызды соғысқа шығармай, сол бағытта тәрбиелеуіміз керек еді. Біз орысқа бодан болған кезде біз бойымыздағы күшіміздің жетпегендігінен емес, біз технологиядан ұтылдық. Бойымыздағы күшіміздің жетпегендігінен емес, біз технологиядан ұтылдық. Олар пушкаменен кіріп келген кезде біз ештеңе істей алған жоқпыз. Тіпті жоңғарлардың өзіне орыс пушка беріп, жаңағыдай қолдап отырды. Біз еркімізбен орысқа бодан болған жоқпыз. Біз ғылым білімнен кенжелеп қалғаннан кейін біз оларға бас идік. Әйтпесе орыстар кімдер еді? Орыстар кезінде Алтын Ордаға салық төлеген. Олардың жаңа кішігірім князьдары сол князьдыққа шығу үшін біздің жаңа хандардың жаңа үзеңгісін сүйіп барып, аяғын сүйіп барып таққа отыратын болған. Сондай бір ұлт, біз сондай ұлттан, сондай бір орыс деген халықтан біз қалай ұтылып қалдық? Қалай соларға бодан болдық деген сұрағын іздесек, біздің ұлтымыздың қатесін түсінеміз. Және бұл қателіктен әлі біз айыққан жоқпыз. Әлі той тойлап жүрміз. Әрі өсек пен төсектің әңгімесінен, қысыр әңгімеден, арзан қалжыңнан шыға алмай, әрі дүбара болып күй кешіп жатырмыз. Әлі несие алып, кредит алып, қарызға белшемізден батып той жасап жатырмыз. Ешқандай қажет жоқ тойларды біз жасап жатырмыз. Ұят болмасын, анадан ұят болмасын, мынадан өзіміздің бір сасық кеудеміз үшін, болмайтын абыройымыз үшін біз сондай қадамдар барып жатырмыз. Кредит алып, той жасап, абырой жинап, бір күн, 1-2 сағат абыройлы боламыз. Одан кейін өмір бақи сол кредит төлемей ұрысып, қаншама ажырасып кеткен отбасылар бар. Сол үшін асылып қалған адамдар бар. Сондықтан мен ойлаймын, әлі де сол ғылым білімге дұрыс деңгейде көңіл бөле алмай жатырмыз. Сілкінуіміз керек. Ағартушылық бағытта бұл енді әсіресе мемлекет басындағы адамдарға, зиялы қауым өкілдеріне, осы елдің алдында сөз бастап жүрген тұлғаларға, бұл бірінші кезекте, әсіресе имамдарға бірінші кезекте осы халықты ғылым білімге қызықтыруымыз керек, сілкінтуіміз керек. Бұл
мынандай бір даңғазалықтың, той думанның бізге қазаққа опа бермейтіндігін түсіндіруіміз керек. Сол кезде ғана мен ойлаймын, алдыға жылжимыз. Бүгін зиялы деп жүрген адамдар осы бағытта көп жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Діни адамдарға келетін болсақ, біздің қателігіміз не? Бұл тек қана Қазақстандағы діндарларға, діни адамдарға емес, оның ішінде мен де бармын. Біз Құранды мәңгілік Алла тағаланың қасиетті кітабы деп есептейміз. Қияметке дейін бүкіл адамзаттың проблемасын шешеді деп ойлаймыз. Солай сенеміз, және ол хақ. Бірақ өкінішке орай біздің Құранымыз өліктің, мәйіттің, мешіттің ішінде қалып қалды. Өмірмен Құранның байланысы жоқ. Сондықтан бұл бүкіл әлемнің ғұламалары қайттан ойланып сілкініп, Құранның өміршең қағидаларын өмірге қайттан алып келу керек. Кезінде медресе аштық. Бүгін медресе жарамайды. Бүгін сен Оксфорд сияқты, Гарвард сияқты университет ашуың керексің. Руханият пен ғылымды теңестіруің керексің. Сол кезде ғана біз мұсылмандар оянамыз, сол кезде ғана біз Құранды өміршең деп айта аламыз. Ал қазір Құран өкінішке орай бір сайда, мұсылмандар басқа бір сайда жүр. Құран бір түсініксіз өлікке оқылған мақам. Сондықтан осы қателікті түземей, біз мұсылмандықта, ислам әлемі де осы қалыңдықта жатқан. Дін мәселесі өте нәзік дүние. Өте нәзік дүние. Ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің деген сөз өте орынды айтылған. Кезінде мына кеңес өкіметінде дін апиын деп айтты ғой. Біз енді оны дінді түгелдей апиын деп айтуға мен өзім қарсымын. Өте қайта айтылған сөз. Бірақ қолдана алмасаң дұрыс. Ол апиыннан да жаман. Қолдана алмасаң